Бүгін 11-ші жылда Астана қаласы бәйге алаңы қымыз мерекесі жалғасуда. Жан кен қымызы Павлодар облысына келген. Павлодар облысына келген жан кен деген қымызы. Жан кенді басты марқа жүрді. Мынау әйнек көтілкеден, әйнек көтілке қойып шығарған екен. Өте күшті жақсы. Павлодар облысының қымызы. Қана дәмін татып көрейікші қандай екен. Павлодар облысының жан кен деген қымызы. Жарайды, рахмет. Vay, işte gelmiş, işte. Bunların bardığın әйнек көтірке қойып шығарған екен. Өте күшті дәміз көрмейді қолында әйнек көтірке қойып. Жақсы марка жарат. Жақсы шығарған екен. Күшті. Annemle kımızı görüşüyor. Buna bağırsakın demi tat görüyor. Bağırsakta görmek, kaymağında görmek. Kımızlı görmüş verdim. Bağırsak var eken, may var eken. Azırak. Masaj yemesek Bugün Solar'da öğrendiğiniz tabii kımızda sizlerge tanıştırmalar olacak. Bugün ben sizlerin allarınızda tür dostlara kımızınız, tür ülkenin reis halkı. Demli kımızı diyor. Nota olmasına kelgen ekan. Nota odanı. Köpçülük Sarısu alından kelgen ekan. Kopyası ne dep söyler? Biri ısında deydi, biri havaş köpede deydi. Demli kımızdır osunda marka jartkan ekan bu. Onun varlığı bağımsızdır. Bırak bir cevabı asla. Bizden Koraylar kımızın bastı bir dünyası Koraylar'ın özü. İlk önü kımızda tek kana adam öldürmeydi. Onu hakikaten gösterir. Bizden жылқы малы жалпы бір ғана шөпті жемейді. Ол өзіне керек шөпті таңдап жейді. Жусаннан барады, одан кейін егеге тоқтайды, изеге барады. Біздің Баян ауылда 500-ден астам флора өседі. Қара кесек қымызы дейді. Осы айтылған жоғарыда Қарағанды облысының шөптердің негізгі қара кесек қымызы. Әрбір шөптің өзінің құрамы, өзінің иісі болады. Осы шөптің қара кесек қымызы деген биенің сүтіне айналып, күшті марка жаратты ғой мұнылар. Қымыздың дәміне айналады. Менің мақсатым Қарағанды облысына шығару. Сапалы қымыз өндіру емес. Менің мақсатым Қорайғыр ауылын қымызбен таныту.
Қазақта bir жақсы сөз бар. Елдің киесі жерге, жердің киесі елге деген. Мен осы екі қасиетті бір тоқтама қымызға сүйдіруға тырысамын. Бүгін мен сіздердің алдарыңызға Ауылдың дәмі деген қымыз екен. Ұлытау облысына келген екен. Ұлытау облысына Қамал жерін Қорайғырдан Жезді кенті деген жерде жылқының елдігіндегі және де маңдай бөлмен келген еңбекті алып келді. Бұлар да осындай марка жаратып осындай. Себебі қымызды тек қана адам жасамайды. Оны табиғатта жасайды. Назарларыңызға рахмет. Ауылдың дәмі деген қымыз екен. Дәмін тататынға көп ішіп жіберіпті келді. Ертең келіп, ертең дәмін татпасақ, ішетін жері қалмады. Ауылдың дәмі Hoş geldiniz. Ерлан фарм қымыз дейді. Қарағанды облысына келген екен. Бұлар да осындай марка жаратып шығарған екен. Ерлан фарм деп осындай марка жаратып шығарған екен. Қарағанды облысына келген қымыздар екен. Мынау әйнек бөтелке қойған екен. Әйнек бөтелке қойғаны жақсы болар. Дәм кетпейді ғой. Дәмі өз қалпын сақтап тұрады. Әйнек бөтелке қойып шығарған екен. Номинациясы бойынша екі қонақтарына ұлттық киімді киген жаға ұйымдастырушыларына атқан бір жылқы. Рахмет. Енді келесі кезекте Павлодар облысы Баянауыл ауданынан келген Жанболат шаруа қожалығының қосы ата төрге қарай шақырамыз. Ал қымызын татып, таныстырылымын тамамлауға. Жеке батыр қымызы дейді. Жеке батыр. Бұл да Қарағанды облысына келген екен. Жеке батыр деп осындай марка жаратып шығарған қымыздар екен ғой. Мынау 1 литр ма мынау? Мынау 2 литр. Қаншадан саттыңыздар? 1,5 теңге болса бұлардікі жақсы екен, арзанырақ екен. Жеке батыр қымызы. Қарағанды облысы. Қарқаралы ауданы. Қарқаралының қымызы екен. Қарқаралының қымыздары күшті ғой.